Thank you. Да, Ильин делает это. Илья Ильин устанавливает новый мировой рекорд в толчке. 242 килограмма. И в четвертый раз становится чемпионом мира на глазах родной публики. Илья Ильин. Это просто невероятно. Илья Ильин становится легендой при жизни. Великолепная победа. Спасибо, Илья. Мына Илья Ильин, көрдіңіздер, нағыз бұл жігіттің болмысы, бітімі бөлек зілтемірші. Илья Ильин, Қазақстанның мақтанышы. Керемет. Парижде әлем чемпионы атанғанда мен бұл жеңісімді Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдығына арнаймын деп айғайлаған болатын. Міне көк байрағымызды көтеріп шығып отыр. Илья Ильиннің бұл нәтижесі расында да керемет. Көрдіңіздер ғой, өзбекстандық Руслан Нуридинов әлемдік рекордты бір келіге жаңартты. Одан кейін Давид Беджанян қайта жаңартты сол әлемдік рекордты Ресей спортшысы, бірақ ақырында Илья Ильин 242 келі салмақты еңсеріп, әлем чемпион атанумен қатар әлемдік рекордқа қайта өзгеріс енгізді. Бұл енді расында да таңдай қағарлық көрсеткіш. Беджанян, Нуридиновтар әрине мықты қарсылас болды. Жанкүйерлерді біраз терлетті деп айтсақ та болады. Бірақ Илья Ильин енді бұндай жігітке, бұндай спортшының өнеріне расында да сүйсінбеу мүмкін емес. Әлемдік рекорд қайта жаңартты Илья Ильин. Төрткүл дүниенің теңдессіз спортшысы. Бұны қайталау барысында тағы да көріп отырсыздар. 85 келі салмақта алғаш рет әлем чемпионы атанған болатын. Одан кейін халықаралық ауыр атлетика федерациясы Ильина и поддержки всего казахстанского спорта. Міне қос. Silver medal with the result of 422 kilogram. Ruslan Nurudinov, Uzbekistan. Міне енді қос сайысты қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталуда. Қола медаль Давид Беджанян, Ресей. Күміс медаль Руслан Нуридинов, Өзбекстан. Және бас жүлденің иегері Илья Ильин, Қазақстан. Илья Ильин бұл жарыста тек қана жеңіске жетіп қана қоймай, сонымен қатар әлемдік рекордқа өзгеріс енгізді. Міне Қазақстанның мақтанышы 4 дүркін әлем чемпион деген атаққа қол жеткізіп отыр. Ауыр атлетикадан Илья Ильиннің Қазақстанда алтын орайтын бір ғана спортшы бар, ол данықты Анатолий Храпатый. 5 дүркін кезінде әлем чемпионы атанған болатын. Бірақ Илья Ильин әлі де жас, бұл жігіттің болашақ алда, 26 жаста. Сол себепте әлі алдағы әлем чемпионатында бұл жігіт ол нәтижені жақсартатынына сеніміміз зор. Қазір Илья Ильиннің құрметіне қазақ елінің әнұраны шырқалады.
Илья Ильин міне алтын тұғырда тұр. Қазақ елінің әнұрышы қалды. Жаңа ғана елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Илья Ильинді құттықтады. Жуырда ғана өздеріңіз жақсы білесіздер, Нұрлы жол бағдарламасын халыққа арнаған болатын. Мемлекетіміздің басшысы міне сол бағдарламадан спортқа да ерекше мән беріліп, осы саланы дамыту жайында әңгіме айтылды. Міне сөйтіп Илья Ильинді осы айқын жеңісімен құттықтап қояйық. Жеңіс тұғырында тұр. Бүгінгі таңда 95 келі салмақ кешіріңіздер, 105 келі салмақ дәрежесінің жеңімпаздары мен жүлдегерлері. Солардың арасында әрине Илья Ильиннің тұғыры биік болуы қазақстандық әр жанкүйерлердің кеудесін қуаныш кернеп отыр. Илья Ильин